Жезқазғанның барлық мектебіне экобокстар қойылды. Арнайы жәшіктерге қоқысты сұрыптап салуға болады. Қағаз, пластик пен шыны бөлек жиналады. Жоба Таза Қазақстан акциясы аясында қолға алынды. Мұндағы мақсат оқушылардың қоқысты сұрыптау мәдениетін ерте жастан қалыптастыру. Ел бойынша Астана мен Жезқазғанда басталған пилоттық жобаны Жасыл даму қоғамы жүзеге асырады. Қоқыста кәдеге жарайды. Кез келген қалдықты қайта өңдеуге болатын оқушылар жақсы біледі. Сондықтан қалдықты сұрыптау жөніндегі жаңа бастамаға ерекше қолдау танытып отыр. Шыны, пластик және картонды бөлек жинайтын мынадай экобокстар мектептің әр қабатына қойылды. Экологияға зиян келтірмес үшін және өзіміздің денсаулығымызға да зиян келтірмес үшін қоқыстарды осы қораптарға дұрыс саламыз. Яғни қағазды қағазға, пластикті пластикке бәрін өз орнына саламыз. Кейін ол қайта өңделіп, тағы да жаңа өмір сыйланатын болады. Әзірге Астана мен Жезқазғанда қолға алынған бастама болашақта өзге өңірлерде де қолданылады. Жобаны жүзеге асырушы Жасыл даму акционерлік қоғамы экобокстарды орнатудан бөлек эко-сағаттар өткізіп, ақпараттық насихат жүргізеді. Сұрыпталған қоқысты одан әрі қайта өңдеу және кәдеге жарату жолдарын түсіндіреді. Жасыл даму акционерлік қоғамының белсенді жұмыс жасап жатырғаны біздің өңірімізде барлық мектептерге осындай жәшіктерді орнатып жатыр. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді ғой. Ең басында балалардан бастап тазалықты сақтауға, осындай жаңа іс-шараға балаларды үйретіп, тек қана мектепте емес, олар осындай үйренген нәрселерді үйде де осылай сұрыптай біледі. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар балалардың экологиялық сауаты мен қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттырады дейді. Оқушыларды ынталандыру мақсатында ең көп қоқыс жинаған ұжымға бағалы сыйлық беріледі. Елдос Кәкенов, Нұрлан Исмаилов, 24 KZ, Жезқазған.